Орталық балалар кітапханасы Конституция күніне орай Конституция тәуелсіздік, бейбітшілік және тұрақтылық атты онлайн көрме ұйымдастырды. Қазақстан Республикасының Конституциясы Қазақстан Республикасының атазаны. Ағымдағы атазан 1995 жылы 30 тамыз күні жалпы халықтық референдум негізінде қабылданды және 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Конституция 9 тараудан 98 баптан тұрады. Атазан мемлекеттік құрылыстың құқықтық негізін қалыптастырушы құжат болып табылады. Ол мемлекеттілік тетік, қоғамдық, саяси институттар ретінде қызметтің негізі боларлық принциптерін орнықтырды. Адам мен азаматтың конституциялық мәртебесін белгіледі. Экономикалық құрылыстың негіздерін айқындады. Орталық балалар кітапханасы Қазақстан Республикасының Конституция күнімен барлық оқырмандарын құттықтайды.